Көріп кел 4-ші бөлім. Достар, сіздерден аз ғана өтініш. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздаршы. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер түсіретін боламын. Арада 7 ай өтті. Таң алды болатын. Аппақ нұр көзін шағылыстырып барады. Басында күн сәулесі деп ойлаған, бірақ олай емес екен. Ол аппақ нұрдың ішінен беті көрінбейтін ата сөйледі. Қызым, аяққа тұрмасаң, бұл өмірден кетесің деді де ғайып болды. Әке-шешесіне көргенін айтқанда әбден уайымға түсті. Әкесі қайтадан емханаға апарып, тексерістен өткізді. Еш нәтиже жоқ. Бұл емделмейтін ауру деген сөзі жанына батып барады. Байғұс әкесі Маржанға күнде аяғына массаж жасап шаршайтын. Анасы кішкентай жиенін бағып, одан қалса Маржанның кір-қоңын жуып, үй тірлігінен босамайтын. Інісі де ержетіп, жұмыс істеп, бәрін асырайтын болған. Арада тағы 2 ай өтті. Таң алды, анадағы ата бөлмені жарық қылып тағы келді де, қолындағы қамшы сияқты нақты көре алмаған болатын. Маржанның арқасынан осып жібергенде жан даусымен тәлтіректеп тұра құлады. Бәрі дауыстан қасына жүгіріп келді. Аяғына жан кіргендей Аллаға алғысын Маржан жылап жеткізуде. Дәрігерлердің емі жоқ, мәңгі мүгедек боласың дегені артта қалды. Бірте-бірте жүре бастаған. Бірінші Алланың арқасы, екіншіден жан әкесінің арқасы еді. Әбден уайымнан әкесі де соңғы кездері жүдеп кеткен. 4-5 айдан соң жүріп кетті. Ойына Бекет ата түсетін, өзі де беймәлім тылсым күш сол жаққа қарай тартатын да тұратын. Әке-шешесін ертіп алып жолға шықты. Тау басына шығып, көлікпен төмен түседі екен. Тауға қараса киіктер жүр. Арғы жағында ақ шапанды ата қарсы алып тұрды. Бұл көріністі Маржаннан басқа ешкім көрмеді. Әке-шешесі қалғып ұйықтап отырған еді. Содан ары қарай жүре берді. Бір кезде жолдан аппақ киім киген елес қыз қолын көтеріп көліктің артынан қуды. Маржан оның даусын бір естісе бір естімей, ол елестің айтуынша мәйтін жерлемеген екен. Қорқып кеткен Маржан көлікті тоқтатпа деп жүргізушіге айқайлады. Ол да зулай. Бір кезде Маржан қысылып ауырды. Есін білмей құлағанда көлік те амалсыз тоқтады. Содан ана елес қыз есін жиса жоқ екен. Қасындағылардан сұраса, ешкім ештеңе көрмеген, тіпті естімеген. Аман есен Бекет атаның басына барып, дұға тілегін айтып қайтты. Әкесі сыр бергісі келмесе де, Маржан бірдеңе сезіп жүргендей. Тағы түсініксіз жағдайлар мазалады. Не түсі екенін, не өңі екенін белгісіз, әкесінің 2 ай ғана өмірі қалғанын білді. Жан ұшыра, әкешім тез емделші, әйтпесе өмірің қыл үстінде деп құшақтады. Байғұс әке сабырлы үнмен, маған ештеңе де болмайды, аздап бүйрегім ауырып жүр деп қашқақтайтын. Маржанның уайымы әкесі болды. Намазын жібермей Алладан әкесінің амандығын сұрады. 2 айдың да уақыты болды. Қайта-қайта әкесіне қарайлап, білетін дұғасын айтып, әкесін қолымен сипап қояды. Бұрынғыдай күші жоқ, түсініксіз. Таңертең әкесін оятса тұрмайды. Қолын ұстаса денесі мұздай. Жан әкесінің тастап кеткеніне сенгісі келмейді. Айқайлап көз жасын тыя алмай, әкесінің жансыз денесін құшақтап, жаратқаным, сенен жалбарынып сұрадым ғой, шипаңды бере көр деп зар жылады. Суық хабардан жиналған туыс-туғандар, көршілер басу айтып жатса да, әкесінің жансыз денесін босатар емес. Күшпен ағалары сүйрелеп басқа бөлмеге апарды. Үлкендер жағы Маржанды жұбатуда.
Жылай-жылай әбден әлсіреген қыз осы уақытқа дейін шексіз жақсы көрген жан әкесі үшін ештеңе істей алмадым деген ой өкініштен жанын күйдіріп барады. Есін әрең жиып әкесін ақтық сапарға шығарып салды. Әкесінің өліміне өзін кінәлап жазғырумен күндері өтуде. Анасы мен інісі қанша жұбатса да олардың сөздерін тыңдамайтын. Түн, тағы түсініксіз құбылыстар, жылаған, жалбарынған елестер, Маржанды тылсым күш бейітке қарай шақыруда. Тұра сала үстіндегі киіммен үйден шыға сала бейітке қарай жүре жөнелді. Артынан анасы мен інісі қанша айқайлап қуса да жеткізер емес. Анасы такси жалдап ізінен қуған, сондағы жылдамдығы адам жүретін жылдамдық емес еді. Бейіттің басына келгенде есін жиып бисмилласын айтқанда ғана өзін жайлы сезінгендей болды. Түн, тағы да түсініксіз құбылыстар, жылаған, жалбарынған елестер, Маржанды тылсым күш бейітке қарай шақыруда. Тұра сала үстіндегі киіммен үйден шыға сала бейітке қарай жүре жөнелді. Артынан анасы мен інісі қанша айқайлап қуса да жеткізер емес. Анасы такси жалдап ізінен қуған, сондағы жылдамдығы адам жүретін жылдамдық емес еді. Бейіттің басына келгенде есін жиып бисмилласын айтқанда ғана өзін жайлы сезінгендей болды. Анасы да артынан келіп, білетін дұғасын айтып, қызын құшақтап, көлікке мінгізді. Маржанды көрген жүргізуші қорыққаннан аузы қисайып, аяқ-қолы дірілдеп, көлігін зорға жүргізді. Жалғасы бар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз.